Келесі 205 мыңы бірліктер классында 0 болғандықтан ештеңке жазбаймыз, бос қалдырамыз. Мыңдықтар классы бізде бірлігіміз 5-ке тең. 1, 2, 3, 4, 5, 5 рет жазып шығамыз. Ондықтар 0 болғандықтан бос қалдырамыз, және жүздігіміз 2-ге тең. 1, 2-ні жазып шығамыз. Келесі 5000 бізде бірліктер классы 0 болғандықтан ештеңке жазбаймыз. Ондықтар классында бірлігіміз 5-ке тең. 1, 2, 3, 4, 5. Ондықпен жүздік жоқ. Келесі 235 мың бірліктер классында 0 болғандықтан бос қалдырамыз. Мыңдықтар классынан бірлігіміз 5-ке тең. 1, 2, 3, 4, 5. Ондығымыз 3-ке тең. 1, 2, 3. Жүздігіміз 2-ке тең. 1, 2. Мінекей осылай жазып шығамыз. Кішкене көлеңкемен дұрыс көрінбей тұр ма? 7-ші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі 8-ші тапсырма мына жерде айтып тұр, арифметикалық амалдардың тиістісін қой дейді. Бұл жерде мінекей мына жерлерге біз қойып шықтық. Бірінші 380 азайту 120, азайту 160 болады. 380-нен 120-ны азайтсақ 260, 260-тан 160 азайтсақ 100-ге тең. Яғни бұл жерге біз екеуіне де азайту белгісін қойдық. Келесі 380 қосу 120, азайту 160. 380-ге 120 қосақ 500, одан 160 азайтсақ 340 болады. Бұл жерге қойылған таңба қосу және азайту таңбасы. Келесі 380 азайту 120 қосу 160. 380-не 120-ны азайтсақ 260, оған 160-ты қосақ 420. Қойған таңбамыз азайту және қосу таңбасы. Келесі 380 қосу 120 қосу 160. 380-ге 120 қосақ 500, оған 160-ты қосақ 660 шығады. Бұл жерде қойылған таңбалар екі жерге де қосу таңбасы. Мінекей 8-ші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі соңғы 9-ші тапсырма есепті шығар. Қазақстанның қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген, ал саңырауқұлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырауқұлақтың түрлері тіркелген? Қызыл кітапқа тағы не енген анықта дейді. Мінекей осылай жазамыз. Өсімдік 370, саңырауқұлақ белгісіз, бірақ саңырауқұлақ өсімдіктен 360-қа кем. Және бізге барлығын табу керек. Барлығын табу үшін біз алдымен саңырауқұлақтың санын табуымыз керек. 360-қа кем десе, демек 370-тен 360-ты азайтамыз. 370-тен 360-ты азайтсақ 10 шығады. 10 бұл саңырауқұлақтың саны. Енді барлығын табу үшін осы саңырауқұлақ пен өсімдіктің санын қосамыз. Яғни 370-ке 10-ды қосамыз, сонда 380 шығады. Жауабы барлығы 380 саңырауқұлақ пен өсімдіктің түрі тіркелген екен. Бұлардан басқа құстардың 39 түрі, жануардың 40 түрі, сүтқоректілердің 97 түрі тіркелген екен. Бүгінгі сабақ аяқталды. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.